27 градус жылы, жауын-шашынсыз. Бүгін еліміздің ірі қалаларында ауа райы қандай болады? Бейсенбі 28 қыркүйекте Қазақстанның 3 мегаполисінде, Астана, Алматы және Шымкентте жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі деп хабарлайды Қазгидромет РМК-ға сілтеме жасаған kaz.kz сайты. Синоптиктердің болжауынша Астанада күндіз ауа температурасы +15, +13 градусқа дейін жетеді, ал түнде елордада +5, +7 градусқа дейін суытады деп күтілуде. Қалада жауын-шашын болмайды, мамандар астаналықтарға желдің жылдамдығы 5-10 метр/секундқа дейін жететінін ескертеді. Бүгін Алматыда жауын-шашынсыз ауа райы күтілуде. Күндіз ауа температурасы +22, +24 градусқа дейін көтеріледі, ал түнде бұл баған +9, +11-ге дейін суытады. Оңтүстік Астанада бүгін желдің жылдамдығы 2-7 метр/секунд болады. 28 қыркүйекте Шымкентте күн жылы әрі жауын-шашынсыз болады. Қалада күндіз ауа температурасы +25-27 градусқа дейін көтерілсе, ал түнде бұл баған 10-12 градусқа дейін төмендейді. Желдің жылдамдығы 8-13 метр/секундқа дейін жетеді.